Мен намаз бастайын десем, мен тастап кетемін ба деп қорқамын дейді. Бұл жалпы сұрақ көп деген намазхандардың ойында басында келген, және де ертеңгі күні де ол сұрақ туындай береді. Адамның намазды бастай алмауының басты бір себебі ол мынау Алла тағала Құран-ы Кәрімде бізге түсіндіреді. Мынау күнәларын тастай алмағаны себепті дейді. Ол жаңағы күнәсін қимай жатыр. Ең бірінші қияметтің күнінде мынау адам баласы есеп қисапқа тартылған кезде сұралатын нәрсесі сол намазы дейді. Қараңыз, олар намаз бастау үшін олармен міндетті түрде бір нәрсе болды. Біреуі мысалға аварияға түсіп қалды, біреуі қатты ауырып қалды, басында бір проблема болды, біреу миллиондаған қарызға батып кетті, содан кейін барып намаз бастады дейді. Бірақ та сіз намаз бастауыңыз үшін жаңағы нәрселердің қажеті жоқ секілді. Көптеген адамдардың ішіндегі қорқынышы, ішіндегі сезімі оған мына бір ойдан туындайды. Мен намаз бастайын десем, мен тастап кетемін ба деп қорқамын дейді. Бұл жалпы сұрақ көп деген намазхандардың ойында басында келген, және де ертеңгі күні де ол сұрақ туындай береді. Бұл жалпы бұл тұрғыда ислам ғұламалары бұл туралы мынау шайтаннан келген бір уәсуәс деп келеді. Шайтаннан келген уәсуәс. Бұны дейтін болсақ, мынау шайтанның жаман ойлары мына бізге салып отқан. Бірақ та мұсылман адам мына нәрсені түсіну керек та. Мына нәрсені түсіну керек. Ол бәрібір де қазір солайынан ойлап жүрсе де, ол күнәға батып жатыр деген сөз ғой. Ол бәрібір күнәға батып жатыр. Сен намаз оқымай жатырсың, бірақ сен мына жақта бәрібір күнә жазылып жатыр да. Сол Алла тағаланың әмірін орындамағаныңа. Ал сонда не жақсы деген сұрақ туындайды бұл жерде. Сен определенный бір уақыт сенің намаз оқығаның ба, әлде дәл солайынан намаз оқымай жүргенің ба деген секілді сұрақ. Енді адамның намазды бастай алмауының басты бір себебі ол мынау Алла тағала Құран-ы Кәрімде бізге түсіндіреді. Олар айтады дейді, мынау күнәларын тастай алмағаны себепті дейді. Ол жаңағы күнәсін қимай жатыр. Өйткені намаз оқитын болса, ол мынау күнәні тастауға не қылады? Жұмыс жасайды. Ал бірақ та жаңағы күнәні тастай алмағаны, күнәні тастай алмауы, соны әрі қарай күнәні жалғастыра бергісі келгені, міне осы нәрсе мынау адамды намазға бастауды қиналдатады. Енді жалпы бұл намаз дегеніміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, ең бірінші қияметтің күнінде мынау адам баласы есеп қисапқа тартылған кезде сұралатын нәрсесі сол намазы дейді. Қараңыздар, ең бірінші нәрсе сұралатын ол намаз. Тіпті мынандай бір хадистер келеді, қияметтің күнінде адам баласының мынау намазы түгел болатын болса, онда қалған іс әрекеттері оның мынау жай ғана өтіп кете салады дейді. Қараңыздар, бірақ та оның шарты сенің намазың толық болуы. Ал бірақ та сенің намазың толық болмайтын болса, онда қалған істерде сен апатқа ұшырауың мүмкін екен. Қараңыздар, сол себептен де иншалла біз ешбір нәрседен қорықпай, мен намаз оқысам тастап кетемін ба деп қорқамын деген болмашы ойларды біз басымызға алмай не істеуіміз керек? Әрекет жасап кетуіміз керек болды. Ал енді ол әрекетті жасауының басты шарты, біз адам өз-өзімізге сеніп қалған адамбыз. Негізінде табиғатымыздан біз өз-өзімізге сеніп қалғанбыз. Бірақ та ең бірінші кезекте адам баласы дұға ету керек. Осы намазда мені нық қыла көр, я Алла деп біз дұғада болуымыз керек. Және де күш қуат ол барлығы Алла тағаладан келетін нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге қандай керемет сөзді үйретті? Ла хаула ва ла қуввата илля билля деген сөзді үйретті. Бұл сөздің мағынасы Алла тағаладан басқа ешкімде ешқандай күш құдірет жоқ деген нәрсе. Егер де біз сол нәрсені мойындайтын болсақ, бізге бүкіл нәрсені жасауға Алла тағала күш қуат береді дейтін болсақ, онда иншалла бізді Алла тағала намаздың жолында, өзінің дінінде иншалла нық қылады деген сенімдеміз. Намаз оқушының артықшылығы қандай дейтін болсақ, Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтады, инна салата танха анил фахшаи вал мункар дейді. Расында намаз деген сені арсыздықтан және де жамандықтан тыяды дейді. Енді бұл жердегі бауырларымыздың көптеген қателігі, мен бірінші бір күнәні тастауым керек, одан кейін барып мен таза
кейпімде намазға кіремін, Алланың жолына солайынан келемін деген секілді жоқ. Бірақ та ол қате нәрсе. Расында сен намазға таза болып келуің деген нәрсе жоқ. Ондай нәрсе жоқ. Бәлки намаз сені неден? Жамандықтан, арсыздықтан тыяды деп тұр. Осы нәрсені түсініп алған жөн деп ойлаймын. Егер де сіз намазды бастайтын болсаңыз, онда уақыт өте келе сол намазыңыз сізді жаңағы жамандықтан, арсыздықтан, ұятсыздықтан онда тыйып қояды. Өйткені Алла тағаланың Құран кәрімде айтқан сөзі, ал бұл тұрғыда Алла тағала өзі айтады: «Лә тәбдилә ли кәлиматилля». Алла тағаланың сөзі болды ма, ол солайынан қалады. Ол басқа еш нәрсе өзгертпейді ол нәрсені. Көптеген бауырларды білеміз. Олар намаз бастау үшін олармен міндетті түрде бір нәрсе болды. Біреуі мысалға аварияға түсіп қалды, біреуі қатты ауырып қалды. Сол секілді біреуінің басында бір проблема болды, біреу миллиондаған қарызға батып кетті, содан кейін барып намаз бастады дейді. Бірақ та сіз намаз бастауыңыз үшін жаңағы нәрселердің қажеті жоқ секілді. Кімнің де басында мына бір проблема болатын болса, Алла тағала Құран кәрімде айтқандай: «Уәмән яттақиллаһа яджъал лаху махраджа» дейді. Кім Алла тағалаға тақуалық қылатын болса, онда Алла тағала оған бір тығырықтан шығатын бір жол тауып береді дейді. Қараңыздар. Ал тақуалық дегеніміз не дейтін болсақ, ол мынау: Алла тағала бізге не бұйырды, сол нәрсені орындау, және де неден тыйыл деді, сол нәрседен тыйылу болды. Одан артық ештеңе қажет емес. Дәл сол секілді сіздерге намаз бастау үшін жаңағы нәрселердің біреуі болуы міндетті емес. Жай ғана бұл Алла тағаланың бізге бұйырғаны деп, бұл нәрсе ешқандай бір қиын емес. Сен оны жаттап алуыңа әрі кетсе уақытыңның 1 сағаты кетер. Күнделікті 1 апта бойы соны дағдыланып 1 сағат қана жаттайтын болсаң, 1 сағат демей қойын, мүмкін оның өзі көп болар, бәлки жарты сағат. Сен соны жатта. Одан кейін ол сенің мынау миыңа сіңіп кетеді. Сен ол миыңа кіріп кетеді ол нәрсе. Намаз деген ол сондай ұлы ғибадат. Сол себептен де ешқандай да бір қорқынудың қажеті жоқ секілді. Иншалла, Алла тағала баршамызды өзінің намаз оқитын құлдарының қатарынан қылсын. Иншалла, біз алдыңғы роликтерде айтқандай, сіздердің бізге ұсыныстарыңызды қарап, қандай тақырыптарда роликтер түсірсек болады, қандай сұрақтар мазалап жатыр, соны иншалла комментария жазып кетіңіздер. Арнаға қолдау білдіріп, бізге батырмасын басып қойыңыз. Алла тағала баршаларыңыздан разы болсын.